Ассалаумағалейкум, автосүйер қауым, бұл бір қызық контент болайын деп тұр. Неге десеңіздер, белгілі бір блогерлар өздері арасында спорт етіп қапты, маған хабарласты қазір. Міне, ай. Ассалаумағалейкум, қалайсыңдар? Бір сұрақ қалды. Бояп жатыр. Короче, біз қатты спорт етіп қалдық. Не үшін спорт етіп қалғанымды қазір көрсетемін. Түсіріп алған болатынбыз. Міне, короче, қазір маған аза-фаза звондады, айтады, қырылып жатырмыз мына деп, спор болып жатыр екен. Соған қазір мен әдейі камераға қостырдым, қазір камераға жазып алайық деп қайттан звондайын деп жатырмын қазір. Камераға жазып алайық деп қайттан айтады қазір. Азымханович. Ау, не деп жатыр дейсің? Ау. Ереке, короче, наусынай технология неде жүрген, осы балдар айтады. Біздің Қазақстанда заводтарда, примерно қондай сендер, қондай тек баллондар ғана құрылады, қалған нәрсе іштеме құралмайды дейді. Алып келеді. Біздің завод өтірік дейді, короче, фонд сияқты, бірақ там... Біз не айтып жатырмын? Завод, короче, с нуля шығармайды, просто андай сборка. Жинай салама, дайын нәрселер жинай салады деп тұр, Дәл өзі. Негізі мен естігем, по идее. Жоқ, негізі мен естігем, шын мәнде андай. Білмеймін қай модельді, бірақ бір модельдерді не істейді андай. Кәдімгідей нөлден өздері істейді запчастарын мен андай. Барлығын кәдімгі запчастарын өзін құрастырып, кәдімгі өндіреді өздері. Қой, ондай технология жоқ ау. Ерген аларға дәлдеу құрамаса басқасын білмейді. Давай. Дәлдеу керек, заводқа бара аламыз ба? Тота мен қазір, сені қай тотсыңдар қазір? Біз қазір тамақ ішіп отырмыз, неде? Магнум жанында кафешка бар, короче. Момышылдағы ма? Давай, қазір келем мен қазір. Келем қазір, шешеміз қазір, мен қазір звондап көремін. Сұрайым қазір, егер былай ауызбен айта салады, болмаса есі жоқ, баруға мүмкіндік болса, онда қазір келсем онда, Тота, неге спорт етеміз, или сияқтан шешеміз да? Сен конкретно заводқа кіргізіп, бізге бәрін көрсететін болсаң, содан кейін біз конкретно айдап бәрін көретін болсақ, кімдікі реально дұрыс бәрін көретін болсақ, осы, короче, демалыс жариялаймыз. Демалыс? Отдых. Қапшағай ма, бір нәрсе ма? Отдых. Все, давай, контент жазып болдым. Все, келем күтіңдер. Короче, бұлар әлінің қаптыр ғой, отдыққа, демалысқа, Қапшағайға ма бір жерге. Бұлар білмейді ғой, короче, менде келіншегімнің несі, сол Hyundai'да заводта жұмыс жасайды, подругасы. Сулшаш деген қазір, мен Сулшашқа звондап, сразу шешіп тастаймын, тарамырым. Кеттік, айдап, кеттік, неге барайық? Отырған жерге барайық, бара жүрмін. Неге? Hyundai, Транс, Қазақстан, біз келдік. Үйге тапсырма саған ұйқыны жеңу, міне бүгінгі күнде кіріп келдесің теуіп, сана таптаза сергек көкең, шүкір жоқ рационымда көкең, таста жүрбелі мына ми блокчейн, жағатында керемет жаңалық осы, міне Hyundai'дың зауытымен хабарласып, экскурсияға келістім. Бізге Қазақстанда қалай жинайтынын, қалай құрастыратын, шын мәнінде жинай ма, жинамай ма, соның барлығын көрсетеміз деп келісті. Яғни бүгін біз спордың шешімін нақты білетін боламыз, Дәлелдейміз. Короче, екеуміз біз айтқандай Қазақстанда жинайды, шын мәнінде. Действительно, нөлден машина құрастырады деп тұрмыз зауытта. Бұна екеуі? Ал бақты екеміздің ойымызша, бұл Алматыдағы, жалпы Қазақстандағы ең үлкен қымбат вулканизация. Жай ғана дөңгелектерін салады да заводдан шығарып жібереді. Ары қарай сынасың ба, қадаласың ба. Заводың барлығы сол үшін десе, ешкімде. Біздің мысалы кіруіміз үшін біздің төлқұжатымызды сұрап, анаяқта қинап жатыр. Короче, бүгін ақиқатты анықтау үшін конкретно барып, бірге сіз болып, біз болып көретін болып жатырмыз. Екеуміздің қайсымыз ұтамыз, короче, мыналар, или біз ұтамыз. Біз екеуміз қатты патриотпыз, короче. Қазақстанда не шығатын болса да, давай шықсын, күшті шықсын деп до конца. Еліміздамызын. Ачу сендер? Біздің ойымызша енді сол дөңгелектің өзін басаяқтан доказать. Негізі Неханның өзінде Hyundai бар, Hyundai-мен жүр. Жақында ғана салоннан алды. Бірақ сонда да сенбейді. Енді братандар айтты ғой көшеде. Салып жібере салады. Дәл осылай ма? Болмайды дей салады ғой. Дөңгелегін салып жібере салады деді ма? Дәл сөйтіп айтты. Все, кет, ендеше ішке кірейік. Hyundai, Транс, Қазақстан, біз келдік. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін, табу керектен жасап тұрса сенің. Таңертеңнен кешке дейін мен жұмыс істеймін, табу керектен жасап тұрса сенің. Таңертеңнен кешке дейін табу керектен, жағдай өте қиын жасамаса. Уважаемые гости, здравствуйте! Приездом вас в первую очередь на завод Hyundai Транс Казахстан по производству легковой техники Hyundai, поэтому с радостью очень приятно вас видеть. Пожалуйста, посмотрите весь процесс, как это делается, сварки и заканчивается сборкой. Будет очень интересно. Еще красят, да, у вас, да? Даже бояйт дейді ғой, көрейікші, көргізіп тұрады тезірегі. Гуашпен ба деп?
негізінен 5 цехтан құралады. Және де мынау зонада қазір бізде жаңа цех салынып жатыр. 7-ші блок дейміз. Көз алдарында мынау тұрған бұл бірінші құрастыру бөлімі. Одан кейін ортада склад, сақтау қоймасы, одан кейін дәнекерлеу цехы, одан бояу цехы, одан бізде пластикалық детальдардың бояу цехы, ол отдельный цех болып есептеледі, бөлек цех болып. 7 түрлі испытание, 7 түрлі неровностьта автомобиль полностью тексеріледі. Содан қайтып финалдан өтеді, мынау склад готовый продукция дейді. Дайын автомобильдердің қоймасына апарылады. Экскурсия барысында полностью көрсетеді. Міне дәл қазіргі сәтте зауыттың ішіне жалпы қалай құрастырылады, қалай өндіріледі, соған кіріп бара жатырмыз. Міне қазір цехтармен таныстырады бізді. Қаражорға белеген, бекежамен төлеген, қарсы шапқан жауларын қылышпенен көреген, қара халық ханменен беймарал сөйлескен, қарананды қызғанбай бір-бірімен бөліскен, спортпенен май. Жігіттер, алдарында мынау бізде склад 200 палета места дейді, квадратурамен есептегенде 7000 квадрат метр. Бүкіл қалған 3 цехқа детальдар тасымалдайтын тура осы жерден алдарына өтіп, бүкіл деталь әр өзінің стеллажында, өзінің местоположениясында әр цехқа, яғни бізде склад ортада орналасқан әр цехқа жігіттер апарып береді. Яғни сборкан каниха барады, окраскан пластик детальдар тіке и дәнекерлеу цехы запчастар былай қарай барады. Біз дәл қазір сәтте цех сваркиға, дәнекерлеу цехы дейді, сваркаға кіріп бара жатырмыз. Онда алдарында дәнекерлеу цехы 3600 квадрат метрден құралады. Сменде 50 дәнекерлеуші, менеджерлер соның бас аяғы 56 жұмысшы жұмыс істейді. Дәнекерлеу деген сварка ғой, е? Сварка, 50 сварщик жұмыс істейді күніне, е? 50 сварщик жұмыс. Күніне. Мыналардың барлығы көрдіңдер ма? Қолдан сваркіленіп, осындай деталь болған. Бұл толыққанды машинада бүйтіп келе салып, бүйтіп кузовы келе салмаған. Міне, мына жақта әрбір нәрсені металдан кәдімгідей сваркілеп, Қазақстанда өзіміздің жігіттер, өзіміздің жерлестер өздері жасайды, ойлаңыздар. Біз дәл қазіргі сәтте сварочный цех дейді, дәнекерлеу цехының басынан бүйтіп жүріп келе жатырмыз. Ең бірінші шатырынан басталады, яғни крышасынан кейін артыңғы жақ бөлігі бүйтіп, жалпы бүйтіп жиналып келеді да, одан кейін жоғарғы бөлігі, жалпы барлығы былайынан міне көлікке ұқсайтындай болып уже жиналады. Көрдіңдер ғой, мынаның әрбір деталі, әрбір мынада бөліктері барлығы қолдан сваркіленіп, Қазақстанда өзіміздің Алматыда шығып жатыр. Міне қазір мынау мектептік сияқты сіздер қоңырауды естіп тұрсыздар ғой, бұл жұмысшылардың түскі ас уақыты. Біз түсте келдік. Міне түскі ас уақытында бөлінетін уақыт. Мына жақта толыққанды машиналар, міне көрдіңіздер ма? Әрбір детальдарын сваркіледі ғой. Соның барлығын бір-біріне бүйтіп жалғап, бірінші геометриясы осы жерде міне жасалады, мынау станцияда. Дәнекерлеу жұмыстары, негізгі түйінді дәнекерлеу мына постта аяқталады. Және де кузов 3-ші линияға кіреді. Бұл линияда бізде ПСО2 дейді, пол автоматты дәнекерлеу. Одан кейін аспапты элементтерді орнату, яғни бағана меселер артыңғы багажник, есіктер, крыло, капот барлығы осы линияда орнатылады. Одан кейін көріп тұрғандар, анау сары жігіттер бізде ОТК, отдел технического контроля, көлік толыққанды тексеріледі. Мынау кез келген заводтың требованиясы, бұл координат өлшеу құрылғысы дейді, яғни машинаның геометриялық түзулігін өлшейді. Кузовы сәл қисық болса қисық жүреді, ол түзу болу керек деген. Обязательно кез келген кузов, кез келген заводта мынау кузовтың дұрыс дәнекерленген, дұрыс емес дәнекерленген геометрияда ауытқу бар ма, жоқ па, дәл осы машинамен тексеріледі. Бұл машина точносы микронға дейін. Әр көлікте, мысалы, Туксондағы 2000 отверстияның бәрін шу полностью тексеріп шығады. 2000 өндірістік тесігі, яғни шофтарының барлығы мына жерде геометриясы тексеріледі. Яғни бір шоф қисық болып, сәл бір қисық болып тұрса, ол көліктің жалпы асфальтта жүруіне кедергі жасайды. Сол себепті мына жерде толыққанды әрбір көлік тексеріліп шығады. Егер бір жерлер қысылмаса ше? Бізде әлі ондай автомобиль болмады, өйткені бізде бүкіл автомобильдер кондукторларда бар етеді. Жаңа көрдіңдер ғой, бүкіл элементтер зажиммен бірден қысылып, одан кейін бар етеді. Яғни еркін түнде бар етпейді, операторлар тек қана определенный карта, маршрутный карта бойынша определен точкадан және де бәрі қысылып қалады. Егер де қандай бір ауытқу болса, ол көлікте емес, детальді ауытқуын кондукторда анықтауға деп кондукторға отырмайды. Кез келген деталь кондукторға тек направляющий бойынша отырып, егер деталь өзі қисық болса, біз оны бірінші этаптан тауып аламыз. Яғни бізде детальдар беретін алдында входной контроль деген бар. Жігіттер сол жерде тексереді, дефектің деталінің бәрін сол жерден бөліп тастайды. Мынау бояу цехының өндірістік схемасы, біз дәл қазір мына жердеміз, осы жерден кірдік. Осы линиямен қазір тез-тез өтіп көрсетуге тырысам. Көлік дәнекерлеу цехынан кіреді. Мына жерде бізде подготовка катафорезу дейді, яғни көлікті дайындайды. Мынау бізде 14 катафорезный ванна.
катафорез деген сөз ол кузовта дополнительный жестко және де көліктің шірімеуіне арналған слой. Шірімеуге? Иә, катафорез деген сөз антикоррозия. Антикоррозияционный слой перед покраской. Бұл жерде ол 14 ваннадан тұрады, яғни жазылып тұрсыңдар. Промывка, обезжиривание, промывка, фосфатирование, промывка, фосфатирование, одан кейін сама катафорезная ванна. Әр ваннада көлік 20 минуттан кіріп шығады. 20 минуттан? Бұл жерде кептірілу қанша уақыт? Кептірілу, міне катафорезден шыққан соң, мұнда печка бар, міне печ сушки катафореза. Бұл жерде кузов 19 минут 170 градуста тұрады. Міне дәл қазіргі сәтте көлік кетіп жатқанда рельспен осылайынан бағана бізге көрсеткен схема бойынша жүріп өтеді ғой. Бағана 170 градустан да өтеді, иә. Бояу ана промывка, анау мынаулардың барлығынан осылай өтеді. Дәл алдыңызда міне қазір ғана бір программамен ба, әлде налым ба, әлде кредитпен ба, білмеймін. Кейін болашақта сатып алатын көліктердің біреуі. Hyundai Accent. Антикоррозияционный слойдан кейін кузов түрі осындай болады. Осындай болады, иә. Сендерге ваннаға қалай кузов погружаться еткен көрсетейін. Шуге бола ба? Бүкіл цехтарда арнайы жұмысшыларға арналған жағдай жасалады. Мынау кәдімгідей, ой. Кәдімгі бұрында біз анда 50 теңгеге ішетін газдалған су екен. 5 теңгеге. Енді ол ең неде ғой, кейін қымбаттап 50 теңге қып қойды. Көз алдарына көріп тұрғандай көлікті бағана мен айтқан катафорезный ванналарға дайындап қойды. Қазір погружать етеді ваннаға полностью. Ваннаға кіргізеді? Зауыттың ішін толық аралап жатыр. Мұнда жұмысшылар, сотрудниктер өте көп. Дәл қазір осы зауыт қаншама адам жұмыспен қамтып отыр? Екінші сменің жұмыскерлерін есептелгенде дәл қазір 1200 адам осы зауытта жұмыс жасайды. 1200 адам, е? 1200 адам. Кореядағы жинақ пен біздің жинақтың айырмашылығы бізде қолдан жиналады, андай полностью роботизированный емес дегенім ғой. Иә, ол робот орнатпау зауыттың өнімділігіне қарайды. Бізде дәл қазір сағатына 3 кузов шығып жатса, Кореядағы Ульсан деген зауытта ояқта сағатына 42 автомобиль шығарады. Сағатына. Робот адамнан қарағанда тезірек жұмыс істейді. Болды. Айырмашылығы жоқ. Роботтың істеген адамда істей алады. Мына екеуі жаңа активный болып жүреді, типа сенбей, қазір уже жай басылып жатыр. Дәлелденуде, іске асуда. Қайсы жақсы екен, жаман екен деген айырмашылығы жоқ. Өйткені бұл франшиза сияқты ғой, барлық жақта тексеретін адамдар бір, яғни тексеретін технология бір, тексеретін андай этаптары бір, сол себепті сапалары барлығынкі Кореяда болсын, Қазақстанда болсын, Турцияда болсын, Чехияда болсын, барлығының сапасы теория жүзінде бірдей. Енді біз, Алла қаласа, практика жүзінде тексергіміз келіп жатыр, айдап көріп, екеуін салыстырып деген. Мысалға көп қазақтар мына Нихауар мен Бақтияр сияқты сенбейді, қазақтар ше Қазақстаннан шықпайды деген сияқты. Осылардың дәл қазір жігіттер көздерін шешіп жатыр ма? Өте керемет, өте күшті, өте жақсы. Енді бұны біз практикалық жүзінде көреміз. Абылай сен тұрсыңдар Қазақстаннан шығып жатқан. Жоқ, көзіміз бақырайып қалды, братан. Дәлелденуде. Кузов бойынша дәлелденуде. Енді әрмен қарай бізде сұрақ пайда болады. Жарайды, кузовы барлық жерде бірдей құрастырады, ал ішіндегі жағы обезшумка, дыбыстық режим, музыка, қандай компания орналаса, адамның комфортына байланысты, қандай комфорт. Енді бұған сендіңіз ғой кузовқа? Кузов жақсы. Болды, кузовты сендірдік, баллон сендірдік. Жаймен сендіріп жатыр енді. Қазақстанда бәрі мүмкін, Қазақстан даму қатарындамыз. Иә, біздің қазақтар көзбен көрмей сенбейді ғой. Көріктер деп ше бірінші. Біз жігіттер, прикинь, рұқсат алдым, короче. Бізге қазір қалай машинаны бүйтіп ана кіргізіп шығаратын көрсетеді ана неге, антикоррозийный. Дәлел сіздерге көрсетеміз. Жоқ, біз қарап тұрамыз ана. На удалить ше, родной. Асыге кау удалить нам. Ваннаға кіріп. На этой линии методом электроосаждения наносится слой катафорезного грунта, который является антикоррозионным защитой кузова перед нанесением лакокрашенного покрытия. Сіздердің көліктеріңіз андай ржавчина, шірік пайда болмас үшін осы міндетті түрде жақсы өту керек. Осыдан кейін көліктеріңіз ұзақ шыдап беретін болады. Мен сұрағыма жауап таптым. Грунтовка болады екен, бәрібір де жағылады. Осы жерден полностью антикоррозия түгел жағылады да красканың алдында. Мен бағана айтқым келіп жатқан нәрсе сол. Сұрағым келген нәрсе осы, значит бар, күшті. Жігіттер, міне барлық слойлардан өтіп, дайындық слойларынан одан бой алғаннан кейін, полировкадан өткеннен кейін подтолщиномер, ана завод деп перекупщиктер айта беретін бар ғой. Сол бояу міне осындай болатын.
Бұл нағыз заводской окрас деген, заводтағы боялу деген міне осы. Көрдіңіздер ғой, подтолщиномер. Қазір толщиномер әкеліп, кез келген жеріне тигізсек ровно шығу керек. Өйткені бұл завод. Ешкімді өсіктемей, өзің өсесің. Өзіңнің еліңде өзің бей, өзің өсесің. Өспейтін жерлерде неліктен өзің өсесің. Артынан өзің аласың. Короче, Ереке, енді біз натуры сөйтіп кәдімгідей. Шынымен мен сөйтіп ойладым да, Қазақстанда вообще жасамайды прям. Тек дөңгелегін салады деп ойладым, бірақ мына жерге келгеннен кейін уже полный ішіндегі детальдар және есіктердің барлығын андай жерде сварканы көрсеттіңіздер. Сварканы көрдік, қалай жасалып жатыр. Тесіктеріне дейін кәдімгідей тексеріліп. 2000 тесік ойлаш, 2000 сварканың точкасы бар. Я, сол 2000 тесікті тесіп болғаннан кейін ар жаққа барып тағы да жаңағы неден өтеді ғой. Қажет геометриядан өтеді. Геометрияда полный тексеретінін де көрдік. Мына жерге келіп машиналардың сыртқы кузовтарының барлығын жаңағы коррекция, пешкі жаңағы бояғанның барлығын өзіміздің көзімізбен көріп жатырмыз. Енді оған сенбеске басқа амал жоқ, себебі қазақтардың көбісі енді көпшілік адам көзбен көрген затқа сенеді. Енді жиналып болғаннан кейінгі практика жағы қызық болып тұр, және де қазір ары қарай процесс қызық болып тұр бізге. Салон қызық болып тұр. Біздің мақсатымыз қазіргі сәтте сіздерге андай ішіңіздегі бар сұрақтардың барлығына жауаптарды табуға, өзімізде бар сұрақтарға, Чисто от души ақиқатты айтамыз, короче. Міне дәл қазіргі сәтте біз пластик панельдерді бояу цехына келдік. Яғни, ана жақта бағана металл боялатын болса, мына жақта пластик боялады екен. Яғни ол бамперлар және де одан бөлек көлікте пластиктан жасалған қандай элементтер бар, солардың барлығы осы жерде боялады екен. Енді менде сұрақ бар. Пластик пен металлдың бояудың айырмашылығы неде? Отдельно красятся, потому что материалы разные, температуры сушки разные. Технология краски другая. В том плане, что пластик не требует нанесения катафорезного грунта, так как он нержавеет. То есть антикоррозионного слоя, соответственно, не нужно. Здесь по покрытиям то же самое. То есть наносится сначала праймер, база и лак. Праймер, база и лак, я? Совершенно верно. База это эмаль, именно которая цвет придает. Бақти, эстода деп айтып жатқаның жаңағы, олар пластик болсын, металл болсын барын бірдей бояй береді. Сосын менде тағы да мынандай бір көзім жеткені мынандай нәрсе болып тұр. Екі жақта темір мен пластикті бояйтын технология, екі түрлі материал, екі түрлі бояу технологиясы, екі түрлі процесті, екі түрлі, бірақ бәрін құрастырған кезде прям одинаковый шығатыны мені таң қалдырады. Мына бамперлар, олар дайын келе ма, әлде осы жақта жасала ма? Мысалы, металлды сваркада көрдік, металдың барлығы қолдан жасалатын нелердің барлығы элементтер. Ал енді мынау дайын ба, әлде осылай жасала ма бұларды? Нет, бампера приходят не готовые, бампера приходят полуфабрикатом, то есть это не окрашенный пластик. Первичный окрас он получает здесь. Бампердің, получается, құрастырылымы несі түбі, короче, дайын келеді да, бірақ мына жақта боялы, бұл неден өтеді циклдан. Міне дәл қазіргі сәтте біз бояу цехынан шығып, енді құрастыру цехына келдік. Сіздердің айтатын құрастыру деген осы жерде болады. Ана жақта барлығы дайындалып, өндіріліп, мына жерге келіп, енді толыққанды көлік күйіне құрастырылады. Барлық анау ішіндегі салонның детальдары болсын, сыртыңғы детальдары болсын, майда болсын, үлкен болсын, барлығы осы цехта құрастырылып, дайын көлік болып бересіздер. Дұрыс қой? Енді Нәке бізге осы жерде жүріп, әрбір нәрсені қалай өтетінін, қалай процесс болатынын таныстырып, көрсетіп береді. Кеттік. Бұл жерде уплотнитель есіктер орнатылады, және де ограничитель двери. Одан бөлек капоттың астындағы обешумкалар орнатылады. Мына жерге моторный отсекте тоже орнатылады. Шумоизоляция, получается. Көрдіңіздер ме? Зауыттан толыққанды шумоизоляцияны кейбір машиналарда комплектация жоғары машиналарда мысалы жасалады ғой. Сол секілді зауыттан мына акценттерде мотордан келетін ыстықты және дыбысты басу үшін мына жерге шумоизоляция қойылады екен. Дәл сол процессті қазір өз көзімізбен біз көре аламыз негізі, иә? Келесі постымыз бізде Trim 2. Trim 2-де бүткіл проводка салынады. Салонный проводка және подкапотный проводкалар. Мынау каса деп айтамыз ба біз, каса деп. Я, каса деген андай толыққанды электр ток жүйелері ғой, я, моторға баратын, ішке электроприводқа, ойбай, менің мына жердегі кнопкам істемей қапты дейтін нәрселердің барлығы зауытта міне осылайынан бірінші жиналады екен. Мына жерде мына жігіттер торпеда дейміз, е? Біздің тілмен торпеда, а технологический аты сипат. Сипат. Я, торпеданы, яғни панельді жинап жатыр екен, міне қолмен осылайынан екі посты барлығы қолмен жиналады. Қолмен жиналады. Қолмен салынып, мына жігіттердің несіне сөйтіп, мынандай күйге енеді міне.
дайын күйге. Мынандай дайын күйге енеді. Болашақта мынау біреудің көлігінің торпедасы болып, мына жерден бүйтіп дауысын шығарып музыка тыңдап жүретін торпеда. Бұл пост Trim 7. Trim 7-де артқы бампер орнатылады. Және артқы фонариктер орнатылады. Заводской зазор деген осы ғой мына жерлердің барлығы. Салды барлығы өзінің петляларына, орындарына келіп отыра қалды. Bir адам оңай орната алады екен. Иә? Әрі қарай кеттік онда. Бұл келесі постымыз, келесі участогымыз шасси деп аталады. Шасси бірде кузов крапқа көтеріліп, оның астынан бензобак, топливный кластер и бампердің астынан усилителдер қатырылады. Ал мотор қай жақтан салады? Келесі постта уже мотор дайындалып жатыр. Моторды зорлап тұрып кеттік. Бұл подборка передний балки деп аталады участогында. Бұл постта бүткіл агрегаттардың барлығы балкаға орнатылып, одан кейін бұның үстіне қозғалтқышымыз орнатылады. Қозғалтқыштың барлық аспасы орнатылып, одан кейін барып. Егер қате ой болса, қате пікір болса, мысалы, мыналардың барлығы дайын келіп жиналады деген. Міне нағыз осында өндіріліп барлығы әрбір мына бөлшектердің барлығы жиналатынын міне өз көзімізден көріп жатырмыз. Қазір барып қозғалтқыш қалайынан көлікке орнатылатынын көрейік. Мына көріп тұрғандарыңыздай қозғалтқыштың өзі дайын келе салмайды. Қозғалтқыштың өзі мында міне жинайтын жігіттермен әрбір мына детальдары болсын, мына форсункалары болсын, головкасы болсын, цилиндрлары барлығы бүйтіп осында құрастырылады. Көрдіңіздер ме? Өндіріледі кәдімгідей. Әрбір детально бүйтіп дайын моторды әкеліп сала салу, дайын бір нәрсені әкеліп сала салу деген жоқ. Барлығы акцентпен туксон осылайынан міне жігіттердің қолымен, қара күшпен жиналады. Келесі участкіміз, келесі пост шасси 2. Бұл жерде артқы аспа мен алдыңғы аспа моторымен бірге орнатылады кузовқа. Сол процесті көріңіз. Мына жерде барлығы жалғанады. Барлығы жалғанады. Фишкалардың барлығы жалғанады. Кейіліп, қаралып, ары қарай жүреді. Келесі постымызда бізде лобовой жабыстырылады. Міне телевизор, лонжерон барлығы орнатылып жатқан уақыт осы жерде орнатылады. Міне басқа қызметкерлер мына жаққа келіп қазір лобовойды орнатады екен. Міне біз қазір құрастырудың барлық этаптарын өз көзімізбен көріп шықтық. Рахмет үлкен. Және де қазір көлік тексеріске кетеді, иә? Біз міне акценттерді өз көзімізден көрдік. Тусан дәл осылайынан жиналады. Әрі қарай тексерістен өткеннен кейін барып тест-драйвқа кетеді. Біз дәл қазір өзіміз тест-драйвта осы зауыттың тест-драйв, яғни тексеру алаңына барып көргіміз келіп тұр. Солай ғой. Одан кейін ары қарай көре жатарымыз мүмкін. Қаланың сыртына алып кетеріміз керек, те? Все, ендеше кеттік тест-драйв алаңына ары қарай барайық. Міне қараңыздар, сырттағы тест-драйвқа дейін зауыттың аймағынан, осы жерден ішкі аймақтан шықпай жатып, мына жерде тормоз тексеріледі, және де басқа дүниелері, мыналардың барлығынан асты болсын, одан кейін ямаға кіргізіп, соның барлығын тексерістен көлікті өткізіп алады екен. Ең соңғысы тест-драйвқа дейін далаға шықпай тұрып, мына жерде герметичность тексеріледі екен. Яғни резинкалардан, уплотнительдерден, герметиктардан су өтіп кетеді, өтпейді, су өтеді, өтпейді деген секілді барлық тесік шелдерінің барлығы мынаның ішінен тексеріліп шығады екен. Сөйтіп, міне қанша сағаттық неден жүріп өтіп, қазір біз далаға таза ауа жұтуға және де көліктерді далада тексеруге шығып бара жатырмыз. Қазақстанда бағана өз көзімізбен көрген, толыққанды өзімізде өндіріліп шыққан Тусандардың екеуін алып тест-драйвқа көрейін деп жатырмыз. Осы жерде завод аймағындағы тест-драйв. Одан кейін бізде идея болып тұр. Осы екеуінің біреуін алып алып, басқа Турцияда, немесе Чехия, немесе Кореяда шығарылған Тусанмен салыстырып көру жинақтарын айырмашылық жоқ екеніне өз көзімізді жеткізу үшін біз екінші шығарылымды жасаймыз деп шештік. Қазір тест-драйвты бізбен бірге барып тамашалаңыздар. Біз зауыт аймағындағы тест-драйв, яғни тексеру алаңына келдік. Қараңыздар, мына жерде міне қолдан жасалған мынандай тегіс емес жерлер, яғни яма сияқты, андай-мындай грейдер, тастар, міне мынаның барлығы көрдіңдер ме, қолдан жасап қойған тест-драйв үшін қалай өтеді, ходовкасы қалай,
сборкасы қалай, сақырлай ма, сықырлай ма, бір таныс емес дыбыстар шыға ма, шықпай ма, барлығын осы жерде зауыт аймағында тексеріп алады екен, салоннан көлікті алып, бір сықырлары бір нәрсесін байқасаңыздар, онда ол көліктің өзімен бір нәрсе дұрыс емес. Өйткені зауыттан барлығы тексеріліп, ешқандай мінсіз болып салондарға кетеді. Қараңыздар, біз ABS-ті тексеретін жер бар екен. Одан кейін толыққанды газ, полик-дополика басып газды, одан кейін резко тормозды басып тексеретіндей жерлер бар екен мына жақта. Міне қазір грейдерлерден, брусчаткалардан, тастардан, міне біз мына тусанды тексереміз қазір. Көреміз, қатты басып көрейік. Мынандай қатты қисықтан Міне бүгінгі шығарылым ұнады деген ойдамын. Менің блогер әріптестеріме рахмет. Спорт еттіп, до конца барды, до конца зауытқа дейін келдік. Енді біз бұдан ары қарай барайын деп тұрмыз, уәде еткенде, иә? Біз тек қана зауыттағы мынандай майда шүйде бізге тест-драйв керек емес. Біз кәдімгідей өзіміз өмірдегідей қолданыстағыдай айдап көрейік деп бір Tucson или Tucson қалай дұрыс болады? Tucson дейік. Иә, Hyundai Tucsonды қазір сұратып алдық, яғни өзіміздің жауапкершілігімізге бізге беріңіздер деп, зауыттан шыққан Tucson мен біздің қазақстандық басқа елде шыққан Tucsonды мен танысымды шығарып қойдым. Оныкі, бағана айтты ғой, Турцияда, Кореяда, Чехияда шығарылады, барлығы бірақтан зауыттан теория жүзінде бірдей шығады деді. Сол Турцияда шығарылғанын американдық нарыққа Турцияда шығарылған Tucsonды тауып қойдым қазір. Сөйтіп танысыма звондадым, кел бізге бер дедім, ол берем деді. Екеуін алып кетіп природаға, яғни көздерің жетті ғой, бізде тоққа жинайды ғой. Енді қазір біз екінші шығарылымда турға шығамыз природаға тексеру үшін. И мыналар толыққанды, короче, соны төлейді, короче. Полный кнопкалар дейін басып көреміз. Жігітше. Біз қазір сезіне алмай тұрмыз. Ол үшін біз машинаға отырып, рульді өз қолымызбен ұстап. Жоқ, бәке, сіздер сендіңіздер ғой, Қазақстанда біздің еліміз вулканизация емес екен. Оған көз жетті ғой. Завод емес па? Завод, әңгіме жоқ. Бірақ енді практикалық жүзінде қалай сүтке асатынын көреміз. Келесі шығарылымда көріскенше.